Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода бөшкеге ет салуды көрсетеміз. Каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Келесі видеоны жіберіп алмау үшін. Және де видеоны бөлісіп жүріңіздер, басқаларға да пайдасы тисін. Міне бөшке, қазіргі заманауи бөшке. Бұрын кезде торосыланан жылқының өз терісіне еттер тұздап салып буып орайтын болған. Ал қазір қан ақпау үшін осындай бөшкеге саламыз. Бұған қандай еттер кетеді? Сойылған соғымның ортаң жілігі екіге бөлінген, одан кейін 2 төс, 3 ұзын омыртқа, 4 белдеме, 3 жал, жаяның 2 санын жаяның еттері, жаяның өзі, жаяның басы. Мұны осындай белдемелер 4-еуі отыз, 4-еуі де салынады. Көктемде қар еріп жылынған кезде мұны жалдар алып шығып бір жайып алып, кішкене сүрлеп кептіріп, одан кейін морозильникке салып аласыздар, жаз бойы жеу үшін. Бұл жерде тұз бен чеснокты араластырып, еттерге сіңдіріп қою үшін керек. Міне бөшке, 120 литрлік бөшке. Міне жаяның еті, міне тұз бен чеснок. Осылай әрбір тілінген жерлердің барлығына тұз чеснокты араластырып жағып, осылай тығыздап тастаймыз. Бір жағынан жел тимейді, ішінде сөйлеу өзінде тұрып сіңеді көктемге дейін. Бұлар қатпайды да, тұздап чесноктаған ет. Қазақылықты таратып жүріңіздер. Мұны төс. Бұны осылай тұздап, чесноктап саламыз. Сосын бетіне қазыны, шұжықтарды толтырып жауып тастаймыз. Көктемде бұйырса, көктемде осын ашып кептірген Алла қаласа түсіретін боламыз. Бұл апрельдің аяғына дейін осы бөшкеде тұрады. Қараңыздар, етті бір бөшкеге кеп жылтып, сонымен тұздап чесноктап, мұны артынан сөлін де бірге құйып жібереміз, сіңіп тұру үшін. Тұз чесногі көп болған жақсы. Ол ешқандай ертең асқанда ащы болып кетпейді. Ет бүлінбей жақсы сақталынады.
Осымен соғымның еті тұздалып теріге жабылды. Бұрынғы атауы теріге жабу деп аталады. Қазір мына осылай заманауи бөшкеге ораймыз.